Бүгін біз бағаны дұрыс есептеуді үйренетін боламыз. Әр товардың астында қызылмен жазылған бағалар тұр. Мысалы, мына аяқ киім 6-да 8 юань, іш киім 7-де 7 юань, сумка 15-те 6 юань екен. Бірақ сіздер бұл бағаларға алданбаңыздар. Баға товарды алатын кезде өзгеріп кетеді. Мысалы, мына товарға кіріп көретін болсақ, төмендегі қызыл бағаны басамыз 12-де 3 деген. Енді осы жерде өзіңізге керек түсті және размерді таңдап аламыз. Міне, көрсеңіз, төменде бағасы өзгеріп кетті, 21-де 9 юань. Яғни бұл набордың бағасы. Неліктен өзгерді? Өйткені бұл товардың ішінде әртүрлі зат болуы мүмкін. Олар набормен немесе жеке-жеке сатылады. Мысалы, кез келген бір кофтаны алатын болсақ, оның бағасы 14-те 9 юань екен. Ал шалбардың бағасын көрейік. Шалбарды жалғыз алатын болсақ, оның да бағасы 14-те 9 юань. Сондықтан зат алатын кезде мұқият болыңыздар. Түсінбей жатсаңыз, скрин жасап, переводтап алыңыз.